Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Ескелді ауданы Алдабергенов ауылындағы Кеңес одағының батыры Матай Байысов атындағы тарихи өлкетану мұражайына қош келдіңіздер. Мектеп мұражайы 2018 жылы 18 мамырда ашылды. Қазіргі таңда мұражайда мектеп оқушылары мен ауыл тұрғындарының көмегімен жинақталған 1300-дей жәдігер бар. Мұражай 9 экспозициялық бөлімнен тұрады. Енді сіздерді осы мұражайға виртуалды саяхатқа шақырамын. Бірінші экспозиция Алдабергенов ауылының тарихы мен шаруашылығы туралы сыр шертеді. Шұбар ауылының іргетасы 1855 жылы қаланған. 1950 жылы Шұбар аты өзгеріп жаңа талап деп қойылды. 1952 жылы Сталин атындағы колхоз болып өзгертіледі. Ал 1962 жылы шаруашылық 22 партизан атындағы колхоз деп аталды. 1977 жылы Нұрмолда Алдабергеновтің есімі берілді. Заманның қиындығына қарамастан бәріне төтеп беріп, осы жерұйықтың еңбеккерлері ауылдың әлеуметтік экономикалық өркендеуіне зор үлестерін қосты. 1940 жылдары әр гектардан орта есеппен 450 центнерге дейін қант қызылшасын алды. Қосақ өзенінің суын пайдаланып, Жетісу жеріндегі тұңғыш су электр станциясын салды. 1983 жылы Алдабергенов ауылында 20 социалистік еңбек мен Совет одағының батыры Матай Байысовтың құрметіне батырлар аллеясы тұрғызылды. 300-ден астам озаттар ордендермен, медальдармен марапатталды. Республиканың ауыл шаруашылық еңбегі сіңген қызметшісі атағын алды. Шаруашылық бірнеше рет бүкіл одақтық, республикалық, облыстық жарыстарда жеңімпаз атанды. Жоғарғы көрсеткіштері үшін бірнеше рет СССР халық шаруашылығы жетістіктер көрмесінің алтын медальдарымен марапатталды. 1967 жылы ауыл шаруашылық өндірісін дамытудағы табыстары үшін колхоз еңбек қызыл ту орденімен марапатталды. Этнография экспозициясына ауыл тұрғындары қолданған тұрмыстық көне бұйымдар, ер-тұрман, келі-келсап, орыс халқының жебе иіретін құрылғысы, тас диірмен, ұршық, әшекей бұйымдар, радиолалар, музыкалық аспаптар, қолданыста болған ақшалар, қалқан, дулығалар қойылған. Келесі экспозиция 2 мәрте еңбек ері Нұрмолда Алдабергеновтың өмірі мен еңбек жолын арналады. Нұрмолда Алдабергенов 1906 жылы 20 желтоқсанда Малайсары ауылында дүниеге келді. 1928 жылы Түркістан Сібір құрылысына аттанды. 1930 жылы Шұбарға келіп, Жаңа талап колхозына мүше болып кіреді. Алғашқыда бақташы, содан кейін бригадир болып еңбек етті. 1936 жылы мамыр айында Нұрмолда Алдабергенов колхоз бастығы болды. Қысқа мерзім ішінде шаруашылықты алдыңғы қатарға алып шығып, өзінің қабілетті басшы екенін көрсетті. Нұрмолда Алдабергенов 1942 жылы майданға аттанып, 1945 жылы аман-есен оралып, Жаңа талап колхозының председательдік қызметін жалғастырды. Колхоз шаруашылығын алдыңғы қатарға алып шықты. 1948 жылы Нұрмолда Алдабергеновке Ленин орденімен орақ пен балға алтын медаль қоса тапсырылып, социалистік еңбек ері атағы берілді. 1952 жылы Қазақ СССР социалистік мал шаруашылығының еңбек сіңірген құрметті шебері және Қазақ СССР социалистік егін шаруашылығының еңбек сіңірген шебер деген атақтар берілді. 1958 жылы социалистік еңбек ері атағы екінші рет беріліп, ауылда қола бейнесі орнатылды. Сонымен бірге 2 мәрте Ленин орденімен, еңбек қызыл ту орденімен, СССР бүкіл одақтық халық шаруашылығы жетістіктер көрмесінің үлкен алтын және 5 кіші қола медальдермен, басқа да медальдармен марапатталды. 1962 жылдан 64
1934 жылға дейін Еркін селолық советінің председателі болды. Киров ауданындағы Карл Маркс атындағы колхозды басқарды. Халқымыздың бір туар ұлы Бауыржан Момышұлымен Сәбит Мұқановпен жақын дос болды. 1957 жылы Каирде өткен Азия және Африка елдері ынтымақтастығының халықаралық конференциясына делегат болып сайланды. Нұрмолда Алдабергенов 1967 жылы қараша айында дүниеден өтті. 1970 жылы Киров ауданындағы Мұқыр ауылында Нұрмолда Алдабергеновке ескерткіш орнатылды. Дала академигінің Алматыдан колхозға ақша тасыған шабаданы, машинасына орнатқан теледидары, рация құралы мұражайымыздың құнды жәдігерлері. Көше сайын ері бар алтын жұлдыз тағынған деп ақын Темірғали Рүстембеков жырлағандай, ауылымыздың 20 еңбек ері ауыл мақтанышы. Нұрмолда Алдабергенов басқарған шаруашылықта 1948 жылы колхозшылардың ерен еңбегі жоғары бағаланып, 8 қызылшаға еңбек ері атағы берілді. Ерен еңбектері үшін 1950 жылы 14 артель мүшесіне тағы да еңбек ері атағы берілді. Мектеп оқушылары еңбек ерлері туралы іздену зерттеу жұмыстарын жүргізіп, мәліметтер жинақтады. Келесі экспозициялық бөлім мектебіміз атымен аталатын Кеңес одағының батыры Матай Байысовқа арналады. Матай Байысов 1903 жылы дүниеге келген. 39 жасында соғысқа өз сұранып, 1942 жылы қазан айында аттанды. Воронеж әскерінің 136 дивизиясы 342 атқыштар полкі пулеметшілерінің бөлімінің командирі болды. Матай Байысов 136 атқыштар дивизиясының құрамында Днепрден өтіп, фашистерді үдере қуу кезінде пулеметші фашистердің ондаған солдаттарын жастандырып, батальонның өзеннің арғы бетіне жылдам өтіп дұшпанға күреді соққы беруіне жол ашты. Бірнеше күншілік қанды қырғынның соңында 1943 жылы 11 қарашада ерлікпен қаза тапты. Осы әйгілі ерлік үшін пулеметші Матай Байысовқа 1944 жылы 10 қаңтарда Кеңес одағының батыры атағы берілді. Экспозициядағы әр суреттің өз тарихы бар. Жыл сайын жеңіс күні қарсаңында Днепрдің бойындағы Черняховка селосында ТМД-ның түпкір-түпкірінен жүздеген адам жиналады. Бұл бауырластар зиратында Днепрді алу кезінде мерт болған 725 отан жауынгерлері жатыр деген жазу бар. Олардың ішінде Кеңес одағының батыры, қазақ халқының даңқты ұлы Матай Байысовтың да есімі бар. 1973 жылы Матай Байысовтың жары Ұлбала апа балаларын алып зират басына барып, гүл шоғын қойып, елден әкелген бір уыс топырағын салып, бас иіп қайтқан. Мына суретте көріп отырған егістік даласында алапат соғыс болған екен. Кейін 1947 жылы егін егу үшін жер жыртқанда топырақ астында қалып қалған миналар жарылып, адамдар мертігіпті. Соғыста қаза болғандардың сүйектерін осы жерден бүкіл ауыл боп теріп, орталықтағы бауырластар зиратына қазып жерлеген екен. Матай Байысовты гильзиясының ішінен табылған бір шеті күйген партия билеті арқылы анықтаған. Черняхов селосындағы мектепте де Матай Байысов аты берілген екен. Мектеп алдында қойылған тақта тасты сол мектеп мұғалімдері мен оқушылармен түскен суреттерден көріп отырсыздар. Кезінде осы мектеппен біздің мектеп оқушылары хат алысып тұрған. Мына алдарыңыздағы хаттар соның куәсі. Мектеп мұғалімі, жазушы Мұхамеджан Мұрзақұловтың өз қолымен жазған Байысов туралы естелік қолжазбасы сақталған. Батырдың соңғы хатының көшірмесі, Матай Байысовтың ерлігі туралы жазылған 1944 жылғы газеттің көшірмесі сақталған. Матай атамыз өте шебер адам болған екен. Мына өз қолымен жасаған тігін машинасының қақпағын
өте құнды жәдігеріміз деп санаймыз. Оны Батыр атамыздың келіні көзі тірісінде Тұрсын апай мұражайымызға тарту еткен. Батыр атаның қызы Зейнеп мұражайымызға тарту еткен кітаптарында Матай Байысовтың ерлігі туралы жазылған. Бейбіт күнде қанды соғысқа қатысқан ауған соғысы ардагерлерінің де ерлігі, отанымыздың даңқы, ерлік пен қаһармандық даңқы. Келесі экспозицияда соғыстан аман оралған ардагерлер мен тыл еңбеккерлерінің суреттері мен құжаттарын көріп отырсыздар. Әскер билеттері, хаттары, басқа да құнды құжаттар осы жерде сақталған. Жауынгер шлемі, әскери бас киімдер, противогаз, көптеген сыр шертеді. Келесі экспозиция мектеп тарихына арналады. 1987 жылы Жетісу өңірінде уездік Қапал қалашығында 2 жылдық Қапал ауыл шаруашылық мектебінің іргетасы қаланған. Осы аталмыш мектеп 1907 жылы уездік Қапал қалашығынан қазіргі Жастар деп аталатын елді мекенге көшіріліп, 2 жылдық Шұбар ауыл шаруашылық мектебі болып қоныс тебеді. Кейіннен 1909 жылы бұл мектеп жабылып, Шұбар ауылына көшіріледі. 2 сыныптық Шұбар ауылдық мектеп болып ашылады. Сол жылдары мектеп көшпелі, халықтық тұрмыс жағдайына икемделген киіз үйге орналасып, байлар мен ауқатты адамдардың балалар оқиды. 1920 жылы Шұбарда ауылдық 2 жылдық мектебі, 4 жылдық кедей шаруа балаларының мектебі ШКМ болып қайта ұйымдастырылды. Мектептің алғашқы меңгерушісі болып Бітебаев Оспан тағайындалады. 1924 жылы бұрынғы мектеп үйіне жалғастыра саманнан жасалған 6 бөлмеден тұратын қосымша мектеп үйі салынып іске қосылады. 1937 жылы пайдалануға беріледі. Осы жылы Шұбар 4 жылдық мектеп, 7 жылдық орталау мектеп болып қайтадан ұйымдастырылады. Мектеп жанындағы жетім жартылай жетімек балалар үшін 140 төсек орынға арналған пансионат, интернат жатақханасы, асхана, қоймалар салынады. 1935-36 оқу жылына беріледі де, Алматыдан жетім балалар үйі көшіп әкелінеді. 1936-37 жылдары 7 жылдық орталау мектеп толыққанды орта мектепке айналады. Алдарыңызда әр жылдардағы мұғалімдердің суреттерін көріп отырсыздар. Мектеп директоры болған Мұратбеков Сағынбай Тошыбекұлының ұстаған латын әрпі баспа машинасы, кеңес кезіндегі пионер ұйымның атрибуттары, альбомдар, ауыл туралы Алдабергенов туралы кітаптар сақталған. Табысты түлектер бөлімінде әр салада табысқа жеткен мектеп түлектері туралы мәлімет алуға болады. Қазақ геологы, ғалым, қоғам қайраткері, қазақ әйелдер арасынан шыққан тұңғыш геология, минералогия ғылымдарының докторы академик Патшайым Тәжібаева, биология ғылымының докторы Қазтай Едігенов, физика-математика ғылымдарының докторлары профессор Құлжабай Қасымов, профессор Шәмші Сәрсенбинов, Қазақ мемлекеттік аграрлық университетінің проректоры профессор Рахымжан Наурызбаев, ұстаз ақын Ваймердегі халықаралық Гете қоғамының мүшесі профессор Мөдеубай Құрманов, көп жылдар Қазақ ССР ішкі министрі болған заң ғылымдарының докторы Мақан Есболатов, Қонаев атындағы университеттің ректоры, заң ғылымдарының докторы профессор Өмірәлі Қопабаев, медицина ғылымдарының кандидаты Құлтай Жақпаев, партия совет қызметкерлері, экономика ғылымдарының кандидаттары, еңбек ері Шаймұхамбет Сапиев, Кеңес Жандыбаев, Ораз Қолмамбетов, Стахан Қожахметов, көп жылдар бойы Қазақ ССР мәдениет министрі болған Жегесембек Еркінбаев, Қазақтың Жамбыл атындағы филармониясының директоры Әуденбай Дауытбаев, Қазақ ССР халық артисі Сара Тыныштығұлова, Ұзақбай Доспамбетов, Қазақстанның еңбек сіңірген әншісі Ғалия Тәженова, әнші актер
Жанабеков Олжас, қазір Абай Олжас, генерал Имандосов Сабыр, полковник Тлеубаев, Асанбеков, Мұратбеков Қанат, Асанов Серік, подполковник Көшенов Леглек. Міне осы аталғандардың барлығы да мектебіміздің табысты түлектері. Осындай тарихы тереңде жатқан 21 батыр отаны атанған киелі өлкемізді сан қырынан зерттеп, іздену зерттеу жұмыстарын ары қарай жалғастырып, тың деректер жинап, мұражайымызды құнды жәдігерлермен толықтырып, рухани құндылықтарымызды арттыру басты мақсатымыз. Назарларыңызға рахмет.